Ассалаумағалейкум халқым менің, жап-жайсаң жүрегі жарқын елім. Отбасылық мерекесі келді міне, барша халық тойлауға сәніменен. Мерейлі мәдени біз отбасы, деген еді отанды оттың басы. Ұлы жүз бен орта жүз бірге бүгін, басталды да мінекей сайыс басы. Мен негізі мағжан болам, мына кісінің жары болам, мына кісіге әке болам, Сіргелінің баласы болам, Қоңыраттың күйеуі болам. Аймандарға бажа болам, арғындарға сәсет болам. 92 жылдың топталма. Рахмет. Мен бірінші көрсетейін, одан кейін екінші бар. Менің ұлттық көрсеткенім, мысалға, бізде ескі болып бара жатқан арқан өру, және қамшы өру деген. Оны мен өз қолыммен кеше өрген болатынмын. 3 күн дайындалып, осы жаққа дайындалып алып келдім. Қазір көрсеңіздер болады, арқан өру негізгі қамшы деген ер азаматтың қасында жүретін, баяғы заманда батырларымыз қасында жүретін әбзелдердің бірі болатын. Ол жаман жаңалықты да, жақсы жаңалықты да хабарлар ететін сондай құралдың бірі болатын. Ол өрімдерден тұрады. 4 өрім, 6 өрім, 8 өрім, 12 өрім деген өрімдер тұрады. Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің жасап келгенім қарын бөлме деп аталады. Қарын бөлмені негізі қысты қатты жерлерде жасайды. Осы біздің Астана қаламызда, например. Қарын бөлмені негізі жолға ұзаққа баратын адамдарға жол азық ретінде ұсынған. Ол қарын бөлмеміз бірінші малдың қарнына ішіне ұсақтап кесілген еттерден, ұсақ еттерден жасалынады. Мен арнайылап бұның ішіне өзімнің әркім ойынан жасайды. Бірінші ішіне картошка, жаңа пияздарымызды барлығын салып алдық та, ішінен қазағымыздың еті етсіз болмасын деп ұзыннан қазыны қостым. Өнерлеріңізді көріп бағасын беру үшін. Алтыншы номер басық. Асар қандай салт, бүгінгі күні маңызы бар ма? Дайынсыздар ма? Асар дегеніміз белгілі бір істі, мысалға үй салуды тез арада 2 күннен 3 күннің ішінде бітіру үшін жасалатын, ауылдың барлық жігіттерімен жасалатын, немесе өз кластастарымен жасалатын бір жұмыстың түрі деп ойлаймын. Алып қосарыңыздар ма? Жұбайы? Жақсы, рахмет. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғашқы өлең дастанды. Қуандым ба бір өзің деп қуандым, жыладым ба өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де ана бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш дастанды. Еркелесем бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба бір өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм ол да сендік сүт еді, ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Oh
сүйеткен шарбаққа бауырым жайлы жыр жаққа сүйетіп тұрып анау сүйеткен шарбаққа. Рахмет. Көп